Құрметті достар, менің атым Мирас Ибраимов, камераның ар жағында Айбын, және Астанада бізде жұмыс істейтін редакторымыз Мереке. Біз 2024 жылдың бірінші видеосы қандай болады деп ұзақ уақыт ойладық, бірақ та үйреншікті тақырыптардан гөрі өзіміздің офисімізбен, студиямызбен, жалпы өзіміздің кім екенімізбен таныстырып кетсек жөн болады деп ойладық. Сондықтан ең бастысы, бұл офисқа біз күзде, қазан айында көшіп келдік. Бұл жаңа біздің мекеніміз. Өздеріңіз білетін шығарсыз, әлі күнге дейін кәсіппен Лепим и Варим және Шордич мейрамханалар желісінің иесімін. Бұл енді қосымша әлеуметтік идеям десек те болады. Ол қазақ тілдегі контентті сапасын арттыру, одан кейін қазақстандық аудиторияны жалпы әлемдегі болып жатқан қызық құбылыстармен таныстыру. Ал енді көп сөйлемей өтейік. Бұл менің жекеменшік офисім, кабинетім десек те болады. Мен кеңсе деген сөзді ұнатпаймын, өйткені офис ол халықаралық сөз, итальянша ufficio, ағылшынша офис. Қазақша тек бір офис деп ырғақты басқа буынға қоймасақ, жалпы меніңше офис деген ол өте жеңіл, жұмыр сөз, сондықтан офис деген тұжырымды бұл жерде пайдаланатын боламыз. Бұл 12 футтық толық өлшемді снукер үстелі. Снукер деген ол бильярдтың түрі болғанмен, бұл ағылшын бильярды. Қазақстанда жалпы менің білуімше қазір тек осыдан басқа 6-7 үстел ғана бар. Өйткені бұл жерде көбінесе адамдар немесе американдық пул, немесе орыс бильярдын ұнатады. Снукер мен Ұлыбританияда оқып жүргенде өзім шынайы сүйіп қалған спортым. Кезінде күніне бір 6-7 сағат ойнайтынмын. Ол енді әрине менің оқуыма зардабын тигізді, бірақ дегенмен де осы спортты өте қатты ұнатам, сондықтан өзімнің офисыма снукер үстелін қою ол үлкен жалпы арманым болған еді. Сол 23 жылдың соңына таман ол арманыма жеттім. Өте қуаныштымын. Бұл менің үшінші жалпы профессионалдық киім сатып алған. Киді жасаған мастердің аты әлемге әйгілі Джон Перрис, Лондонда алған болатынмын. Жалпы кішкентай рум-тур көрсетіп шықсам, бұл қабырға шынында кәдімгі гипсокартоннан жасалған қабырға, бірақ та осындай эффектті жету үшін арнайы сылаған адамдарға осындай текстура жасатып, одан кейін скотчпен мына бұрыштарын жұлып, өйткені жалпы американдық көбінесе индустриалды ғимараттар осындай ішінен жасалған, басқаша ешқандай үстінен әрленбейді, сыланбайды. Өзі қызық, Netflixте Майкл Джордан туралы The Last Dance деген документалдық сериялар шыққан. Сол жерде олардың андай киім ауыстыратын бөлмесі Chicago Bulls тобының осындай болғандықтан мен осындай эффектке ұмтылдым десек те болады. Бұл камера жайдан жай тұрған камера емес, ол снукердегі столда болып жатқанды бақылау үшін жасалған камера. Неге осы жерде? Өйткені телевизиондық камера, мысалы Евроспорт каналынан снукерді қараған болсаңыз, ол қақ ортасынан мына ось бойынша үстелде болып жатқанды қамтиды. Сол егер мен ойын кезінде бір керемет брейк немесе сенчури брейк, енді әрине оған әлі алыс, жасайтын болсам, бүкіл ойынның соңғы бір айын өзінің сақтауыш SD-сінде сақтап қояды. Айтпақшы, мына едендегі палас ол жайдан жай емес, өйткені сіз снукер ойнаған кезде кейбір кезде шарлар жерге түседі, сондықтан зақым келтірмес үшін жалпы артық шу болмасын деп, оны кейін акустикалық қасиеттері артық болғандықтан мен өзім енді Англияда ұзақ уақыт өткізген болғандықтан осындай паласты өзім ұнатам. Мынау менің компьютер сетапым. Мен өзімді қалайды намад деп атаймын, өйткені мен тек қана офиста ғана жұмыс істеп қоймаймын. Өзіммен ноутбукты үйге алып келген кезде жалғаймын. Жалғаған кезде ол қуаттандырылады, сондықтан аккумуляторы отырмайды, өйткені бұл соңғы буындардың бірі 2021 жылдың MacBook M1 Pro процессі бар компьютері. Мониторым ол Studio Display, биіктігі мен еңкею бұрышы қозғалады. Мынау деген ол үстел үстіндегі шамы, ол да былай кішкене ауысады, өйткені егер сізде мынандай бір жақтан жарық беріп отырған шам болса, қолыңыздан көлеңке болады. Мынандай LED ол өте жақсы, көзіңіз шаршамайды. Онымен қатар Satechi деген арнайы былғары мат. Мынау Keychron K3 деген пернетақта моделі. Пернетақта негізі қиын сөз сияқты. Қалай ойлайсыздар? Қазақшаға қалай keyboard десек? Ал жарайды, пернетақта десек, сіз мені айыптамаңыз. Бұл тышқаным. Айтпақшы, ең бұрыннан бері менің емденген затым осы жерде, ол деген мына Wacom планшеті. Неге? Мен оны өте қатты ұнатам. 2017 жылы сатып алдым. Мына қалған саймандардың барлығы ауысса да, мына Wacom
ешқашан ауыспайды. Мәңгі өзімен, өйткені мен көбінесе ресторандардың дизайнын өзім жасаймын. Одан кейін Explainer YouTube каналы үшін көптеген әртүрлі визуалдарды жасаған кезде маған өте ыңғайлы. Инвестиция ретінде ең керекті зат десем, осы Wacom планшеті деп айтар едім. Бұл жақта менің ұялы телефоным, таңдауым ол 15 Pro Max. Одан кейін осындай бір арнайы жабдық алған MagSafe арқылы оны былай қарап отыруға. Негізі бұл жерде оны қуаттандыруға да болады USB-сімен. Негізі мен контактсыз қуаттандыруды жек көрем, өйткені ол жылма қуаттану болады. Сондықтан мен оны тек қана былай штатив ретінде үстелдің үстінде тұру үшін ғана MagSafe'ті алғам. Одан кейін былай өзіме қаратып қоямын. Принтер, кәдімгі принтер, маған ең бастысы лазер болған және түрлі түсті бастыру. Онымен қоса Wi-Fi арқылы бүкіл телефон, смартфон, одан кейін басқа әріптестерім қолма-қол бастыра алатындай болды. Бұл жерде біраз суреттерге тоқтайтын сияқтымыз ғой. Ең бастысы осындан бастайық. 2022 жылы 24 ақпан күні біз бір топ адам, көбінесе қазақстандықтар, Африканың ең жоғарғы нүктесі Килиманджаро тауының Ухуру төбесіне шықтық. Мен өзім онымен көп айналысқан жоқпын бұған дейін. Мен үшін үлкен жетістік 5895 6000 метрден сәл кем. Онымен қоса мен мәптардың карт десек ол қай елдің сөзі? La карта, маппа. Карта десем, онда мені айыптамаңыз. Өте жалпы жақсы көретін затым ол карталар. Неге? Өйткені тек бір сол картадан қаншама ел туралы ақпарат білуге болады. Меніңше картадан артық еш нәрсе көрсетпейді. Бұл жерде енді Ұлыбритания аралдары, Манхэттен, келесі Италия және қоршаған айналасы. Қазақстан картасын неге іліп қоймадым деп ойламаңыз. Жалпы біздің идеямыз Explainer каналында бүкіл коммент жазған адамдардың нүктесін белгілеп қою. Сондықтан біз үлкенірек карта тапсырыс берген болған едік, әлі жеткізген жоқ. Бұл жерде мен өзім түсірген суреттерім, енді өзім фотографер болғандықтан өзімнің жұмыстарымды былай бастырғанды ұнатам. Бұл Лондон, Чинкве-Терре, Италия, Милан. Бұл да тағы бір оқыған жерім. Бұл жақта менің университетім, University of the Arts. Бұл енді басқа кампус болғанмен, бұл Сен-Мартинс. Бұл менің университетінің ғимараттарының бірі. Бұл менің студент кезінде тұрған районының қасындағы бір үй, өте жіңішке. Бұл екі сурет 2018 жылы мамыр айында жасалған. Ол біздің әйеліміз екеуміздің тойға барған кездегі жалпы сол триптің суреттері. Бұл той күні, бұл тойға дейін бір күн бұрын. Бұл жақта коридор, тағы да суреттер әртүрлі жердің нүктелерінен жасалған. Ал енді Explainer'дың өзінің офисына өтейік. Қазір енді біз өте жас топ болғандықтан, бұл бастама өте жаңа болғандықтан, офис өте үлкен емес, кішкентай. Әзірше бұл жерде тек Айбынның өзінің ғана отырады. Бұл оның жұмыс позициясы. Онымен қатар біздің редакторымыз Мереке, ол Астанада тұрғандықтан, біз онымен Zoom арқылы немесе WhatsApp конференц арқылы хабарласып тұрамыз. Ал енді өзінің процесің туралы өзің айтып бересің ба? Сәлем, мен есім Айбын және мен Explainer KZ жобасының видео және продакшн меңгерушісімін. Біздің редактор Мереке жазған текстің негізінде мен видео жасаймын. Біздің шығарылымдар үшін видео түсіріп анимация жасаймын. Және де әрбір видеодағы естіген дауыс ол менің дауысым. Соның бәрін өңдеп мен YouTube, Instagram және TikTok желілеріне саламын. Яғни мен Explainer KZ жобасының толық визуалды контентін жүргіземін. Ал сөзді енді Мерекеге берейін. Барлықтарына сәлем, менің атым Мереке, мен осы Explainer KZ жобасының редакторы боламын. Мирас пен Айбын Алматыда тұрып, мен Астанада тұрғандықтан, осылай байланысқа шығып, бірге материалымызды дайындаймыз. Ең алдымен біз белгілі бір тақырыпты таңдаймыз. Мен ол тақырыпты зерттеп, бүкіл мақалалар, материалдардың бәрін оқып, одан кейін өзіміздің видеода оқылатын текстті дайындаймын. Ол текстті жіберемін. Сосын бәріміз үшеуміз отырып оны талқылаймыз, қай жерін алып тастау керек, тағы не қосу керек деген сияқты. Одан кейін текст нақтыланғаннан кейін Айбын өз жұмысын ары қарай жасайды, яғни видеоны дайындайды. Все.